эфирден енді ұзаттық. Енді қазір рестораннан ұзататын боламыз облысында. Балапашкамен Ержан. Привет. И вот күйеу бала наш. Бара жатырық. Біз ресторанға келдік. Жүрген түріміз осы. Әлі. Магазин іздеп жүр, магазин. Әлі кірмедік. Бірақ қарнымыз шамалы аш. Нұрболат маған не дейді білесіздер ма? В общем, неженка болып жүрсе майысып дейді. Ашыланған кезінде қандай болып кетем жан? Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Біз тойға жиналдық. Бара жатырмыз. Соғылға кездескенше. Ал достар, біз эфирдегі тойдан кейін енді тойханаға келдік. Қасымда Трушка қыз. Невестаны күтіп жатырық енді. Өзі сұлу. Жүрген түріміз осы. Ал баршаңызға сәттілік. Toylarınız kutlu olsun, jazlarımız baktı olsun ağayın. Сәулет шоуға сәмбелі бір шапалы құрып қойыңыздар ағайын. Ерке қыздарыңызды ортаға алып келіп жатырмыз. Баршаңыз артасырған басына Құда қаласа ұзатып. Жаны. Барған жерінде шындайсыңыз, тастай батысын біздің ұлбосын қызым. Ұлбосын сіздерге Құдай қаласа атын жақсы жағына шығаратын келін болсын. Дендері сау болып өздерімен көбейсін. Осы той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Дендеріңіз сау, отбасыларыңызда амандық, ауырмай, сыздамай, осындай қызықты, кереметті, қуанышты күндерге Алла тағалам нәсіп етсін жолығуға. Аспандарыңыз ашық, замандарыңыз тыныш болсын. Барлықтарыңызға той жұғысты болсын. Стифики, қайырлы кеш, мен эфирден шықтым. Және де қазір Лейла екеуміз бірге ұлбосының тойына баратын боламыз. Және де қыздар, сіздерге керемет жаңалығым бар. Ал қайырлы кеш, бізде той, ұлбосын мен Абылайдың тойына бара жатқан жайым бар. Осылай керемет образбен деп өз-өзімді қатты жақсы көремін негізі. Солай болу керек қой, әр адам өз-өзін жақсы көру керек деп ойлаймын. Сол бүгінгі енді панда қыздың айтқан әңгімесі өте қызық болды. Маған негізі өйткені білмедім, енді түсінбедім ол қызды олай айтудың еш себебі болған жоқ. Қалай айтады, атың шықпаса жер өте деп, аты шықпаса енді барлық жерге мені қоса берудің қажеті жоқ қой.